Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Ұялы телефонның қандай зиянды жақтары бар? Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Ұялы телефонның зиянды жақтары. Ұялы телефонды қауіпті деп санауға үш себепті айта аламын. Канцерогенді болуы мүмкін. Халықаралық денсаулық сақтау ұйымы ұялы телефоннан шығатын, яғни көзге көрінбейтін электромагнитті толқындарды осылайша сипаттайды. Ғалымдары қауіпті аурулар мен телефонның толқындары арасында тікелей байланыс бар екенін айтып отыр. Ғалымдардың жүргізген зерттеулері бойынша адамдар ұялы телефонды қолданғанда және оның миы басқаша жұмыс істейтінін анықтаған. 1 сағаттық әңгіме нәтижесінде телефон қойылған жақтағы мидың бөлігінде көбірек глюкоза алмасуы болады. Бұл зерттеулерде әлі жалғасуда. Мамандар бұл факті адамның денсаулығына қалай әсер ететінін айта алмай отыр. Алайда телефон миымызға әсер етіп, жұмысын өзгертетіні рас. Соңғы жылдары бас аймағында ісіктерге шалдыққандардың саны өскені белгілі. Дәрігерлердің көпшілігі бұны ұялы телефонмен байланыстырады. Ұялы телефонды көбірек қолданған сайын ісік сияқты қауіпті ауруларға тап болу мүмкіндігі өсетіні белгілі. Ғалымдардың телефонды мүлде қауіпті деп оған тыйым салғанын күтпей, қазірден бастап қорғанған жөн. Яғни заманауи адамдарға телефонның өте қауіпті десе, онсыз өмір сүруге келіспес еді. Ұялы телефонды тастауға асықпай, кейбір шараларды қолға алсаңыз, оның жаман әсерінен кішкене болса да сақтана аласыз. Яғни ұялы телефонға құлақшын жалғап сол арқылы сөйлесіңіз. Телефонды қалтада немесе белдікте ұстамаңыз. Телефонды қолда ұстап, жастықтың астына салып ұйықтамаңыз. Мүмкіндік болса, қоңырау шалған орнына хабарлама жазған дұрыс. Желі ұстамайтын жерлерден қайта-қайта телефон шалуға тырыспаңыз. Өйткені бұндай кездері телефон одан бетер көбірек толқындар шығарады. Сондай-ақ телефонның балаларға да тигізетін зияндары өте көп. Балалар электромагнитті толқындардың әсерінен көбірек зиян алады. Сондықтан кішкентайларға телефонды бергеннің алдында оны автономиялық режимге қойғаныңыз дұрыс. Балаларға зияны айта кетсек, баланың дамуын баяулатады, ұйқының бұзылуы, омыртқаға кері әсерін тигізеді, көру қабілеттілігін нашарлатады. Назар аударып тыңдағаныңызға үлкен рахмет.